2016 жылы Қазақстан осы интернет ақпарат саласында Ресейдің өзінде жоқ бір заңға қол қояды. Ол ақпарат бойынша бүкіл Қазақстандағы интернет пайдаланушылардың бүкіл ақпараты бір прокси серверге бар, SSI дей ма, бірдеңе дейді. IT білетіндер болса жазыңдар, мен IT білмеймін. SSI дейді ғой деймін. Прокси серверге бар, сол прокси сервер арқылы барып, әлемдік World Wide Web'ке, яғни дүние жүзілік интернет желісіне қосылады. Жаңағы бүкіл Қазақ Телекомың, Теле2-ің, Активің, бәр, соның серверінің бәр Қазақ Телеком, интернетінің бәр Қазақ Телеком, оның бәр Қытайдың Huawei. Ол Huawei'ңа сенің ана аса сүйікті елбасың, ең сенімді компания нөмір 1 деп сертификат берді. Анау екінші президенттің аса құрметті дейтін, ол барып Хайвейжінен барып бүкіл сергекті алып келді. Аттап басаң, міне 40 миллиард теңге табыс кіріп жатыр деп сергек орнатылған бірінші айында айтты 40 миллиард. Ол не? Ол қазақты қайыршы қылу, аттап басқызбау, үрейленіп өмір сүру, айтып қойсам сергек түсіреді, битсем сергек түсіреді деп, сөйтіп қазақтар үрей ішінде, жаңағы ана 10 жыл бұрынғы мәшинеңе салығын төлемепсің деп келді ме? Заң бойынша сен 10 жыл сен салық іздеп таппадың, салық компаниясын сотқа беру керексің. Сен неге маған салық төле деп, ол бәлен жылдың ішінде келмедің деп. Міне, менің өзіме келді, анау белгісіз төлем төледі. Не қылған төлем мен? Интернетім төледім, телефонды үздім. Не қылған төлем десем, белгісіз төлем дейді. Белгісіз төлем деген төлемді төледім. Себебі банкта бәленбай $100,000 ақшам бар болатын. Ол айтты, егер сен мына төлем төлемесең, сотқа береміз деп, банк есепшотыңмен жаңағы жылжымайтын мүліктеріңді мұздатамыз деді. Енді жүрем бе мен бәленбай $100,000 банктен? Мен төледім. Сөйтсем, орыс кемпірлер айғайласып жүріп төлемейді екен. Сөйтіп қазақтардың қанын сорып тұру керек, баймау керек. Штраф келіп тұру керек, салық келіп тұру керек. Жаңағы нең бар, енді соған келіп диди келді, бақылап отыратын. Сенің жүрген тұрғанын бақылайды сен. Сенің ана сөзіңді жазып отырады. Оны сенің сөзің сен ойлайсың, Қытайға айтып тыңдай. Қытай тыңдамайды, оның бәрін ана жасанды интеллигент тыңдайды, жасанды интеллект тыңдайды, жасанды ақыл парасат тыңдайды, компьютер тыңдайды. Сен жаңа жаным күнім, ана мына күйдім сүйдім, сен айымсың, жұлдызымсың, бәтті мынау қуғынбай жынды есалам. Ана ана күйді жаздың ба, ана домбыра, ана кеште ма, мынау тамада, бұлда қуғынбай төмен категориядағы. Жаңағы анау мынау, ана кімші анау, Нұр Отан ба, анау, сол өсті дей ма, анау облысқа кетті ма, бітті мынау саясат жоғары кетті. Сосын анау, байын біліп қояды ғой, сен мазаламашы мені дедің, бітті, мына қатын, фотосы түреді, бұның байы кім екен, енді сенің байыңды іздейді, ана телефонда сөйлескеніңнен. Байым жоқты звонда дедің, бітті, дейді отырсың, тыңдайды. Ана қыз айтты, енді жарайды, енді пәлен күн алып қашасың ғой, бітті. Енді 2 рет байдан ажырасқам деп айтты, бітті, ол архивіңде тұр. Бәрі. Енді не айттың, біреуді өсек дедің, мысалы, көрші қатынды өсек дедің, отырып алып, таксиде отырып, бәрі жазулы тұрады. Оның бәрін, оны адам тыңдап мүмкін емес. Базаға жазылады, сенің бүкіл аудио, видео, фотоң бәрін жазылады. Сол жаңағы айтқан өсегің 10 жылдан кейін сенің ұлың ба, қызың ба бір лауазымды жерге отырғанда, сол лауазымды жерге отырғанда ұлыңды іздейді, сөзсе шешесі бар. Видеоны іздеп қалғанда сенің 10 жыл бұрынғы диди таксиде сөйлегенің, Қазақ Телеком пайдаланып сөйлегенің, мейлі Қазақстан барлық телефоны Қазақ Телеком арқылы шығады. Бүкіл жазуларың шыға келеді. Бітті. Сені соттау керек болды ма? Ішіне қылмыстық құрамдарды іздейді. Кімді жамандап қойдың? Ана кісіні жамандап қойдың ба? Анау бітті. Қазақстан бойынша ешкім бітті, соттау керек. Кім бопсалау керек па? Бопсалайтын болды, бітті. Яғни қазақ халқын Қытайдың көрінбейтін шынжырына, көрінбейтін бақылауына беріп қойды дейді. Ал қазақтар, анау 77 әкеміздің тіліменен айтқанда, поздравляю, міне, орысша айтса жақсы түсінеміз ғой, 7 әкеміздің тілі болған. Поздравляю, мынау диджитал құлдықтарың, дигитал, цифровой құлдықтарың, сандық құлдықтарың құтты болсын бастарыңа. Енді бүкіл Қазақ Телеком, бүкіл ұялы байланыс, бүкіл интернет, бүкіл сергек аз болғандай, ендіге диди деген Қытайдың дәджалдың көзіндей, Қытайдың дәджалы, Қытайдың шайтаны, Қытайдың іблісі аңдып көріп отырады. Ал Қазақстанда барлық сол таң бозынан тұрып, кеште қайтып, анау ескі жолда нұрлы, шұқанақ соғыстан қалған нұрлы жолда,
ана ескі көлігіңді айдап, арқетің арша, борбайетің борша боп, күні бойы жаңағы жолаушының сөзін естіп, анау алай, мынау былай деп, жаңағы жүкең жұқарып үйге келсең, қатының бүгін аз таусың ғой деп, миыңды жейтін қалың бейшара, жаңағы қара күшімен адал ет маңдай теріменен жаңағы таза адал табыс тауып жүрген таксист, үлкен ағалар, бауырлар, міне сендердің енді мына жеп отырған нандарыңды тартып алатын Қытайдың Дidi корпорациясы келді. Ол бүкіл Қазақстанды алады да, енді алдымен ірі қаладар, сосын облыстық қаладар, сосын аудандарға дейін бүкіл таксиді жібере салады. Болды. Жаңағындай несі бар. Оның жаңағы ортадағы делдалдығы Яндекстікі 21 денке, 11 денке екен міне. Соған қарамай Яндексті тағы заң бойынша қуып шықты. Қазақтар біттіңдер енді. Қысқасы сөздің шыны, Қытайдың жаңағы дигитал құлдығына түстіңдер. Міне, сұмдық. Дигитал құлдық деген осы. Көп адам ойлайды дигитал құлдық. Дигитал құлдық жаңағы үтіктен неге шығады? Неге мына женси шалбардың балағынан қарасаң, бір кішкентай алюминий антенна неге шығады? Жаркентте анау Қытай азаттық армиясының жазылған кептерлер неге ұсталады? Неге жаңағы сенің жағал қалың киімдердің жағасынан алюминий металдар неге шығады? Белбеулердің ішін ана жаңа ойбай сиырдың терісінен белбеудің ішінен тілсең жұп-жұқа алюмин тақтайша неге шығады? Бәтіңкенің табанынан алюмин тақтайша неге шығады? Мына телефоныңды Samsung дейсің ғой, Кореяда жасалды дейді. Мына Samsung телефоныңды ашып ішін қарасаң, батарейкасынан жұқа, кәдімгі қағаздан жұқа анау орама шығады. Алып тастасаң іші толған тыңдағыш. Ал оның бәрі неге шығады? Оның бәрі сенің аудионды, сөзіңді тыңдап тұр. Батарейкадан алып сөйлескеннің бәрін тыңдап тұр. Дигитал құлдық. Дигитал құлдық. Қазақтар міне сені құлдануды. Енді тағы бір бұл құлдық дегенде бір нәрсені айтайын. Біздің қазақтар 2016 жылы мына IT мамандар түсінеді. Мына жай IT-ді мен сияқты түсінбейтіндер түсінбейді. Мысалы менің екі-ақ өнерім бар, телефонды ашам, тікелей эфирді қосам, сосын біткенде жабам. Өте керемет бір өнерім бар. Бірақ мына баяғыда жаңағы 1001 сапар жазып жүргенде елдер айтады, сіз осы компьютерге мықтысыз ғой дейді. Мен компьютерді ашам, мақаламды жазам, жариялаймын, сосын компьютерді өшірем, осы өнерім бар дейтін. Енді мына IT саласын білетіндер айтады, негізінде соларды да мен бір дұрыстап отырып, бір түсіндіріп, айтқан сөзін кеңітіп келесі бір лекциямда айтамын. Бірақ бір білетім, 2016 жылы Қазақстан осы интернет ақпарат саласында Ресейдің өзінде жоқ бір заңға қол қояды. Ол ақпарат бойынша бүкіл Қазақстандағы интернет пайдаланушылардың бүкіл ақпараты бір прокси серверге бар, SSI дей ма, бірдеңе дейді. IT білетіндер болса жазыңдар, мен IT білмеймін. SSI дейді ғой деймін. Прокси серверге бар, сол прокси сервер арқылы барып әлемдік World Wide Web'ке, яғни дүние жүзілік интернет желісіне қосылады. Ол деген сонда бүкіл дүние жүзіндегі ірі IT компания, Google'ың бар, Facebook, Twitter, бәрі сындады. Бүкіл дүние жүзіндегі үлкенді кішілі 1 миллион IT компаниясы Қазақстанның осы технологияны пайдалануына қатты наразы болды. Бірақ мені ішінде қамтыған бүкіл Қазақстанның халқы IT-сайтидің не екенін білмегендіктен, біздің өмірімізде оның мәні мен мағынасы болмағандықтан, біз көбінеке ана әнші қатын кімге тиіпті, оның екінші байы мен үшінші байы дос па екен, ана аңырақ не деп айтыпты, анау депутат бопты, анау тақтан түсіпті деген қызығатындықтан, бұл біздің өмірімізде Қазақстан ол заңды неге қабылдады, дүние неге оған наразы болды, білген жоқпыз. Енді соның сыры мынау. Яғни, сен ойлайсың, мен Каспий телефоным бар, міне Каспий голдым бар, мен өстіп пәленге ақша аудардым. Сенің бүкіл кодыңа дейін Қазақстанның IT басқару орталығында белгілі. Ол сенің қаласа, Каспий банкыңның өзінің қалауынсыз, сенің топ-тура сенің Каспий голдыңды, Каспий картаңдағы жаңа 10 миллион теңгені сақ еткізіп аудыр, оны банк те білмей. Банктың өзі айтады, біз білмей, сен өзің аудардың дейді мысалы. Ол тіке сенің бүкіл сен ойлайсың, мен Gmail'ге кірдім, мен Gmail кодымды білмейді. Бітті. Сен Америкада Gmail кодыңды Gmail компаниясынан басқа сенен басқа ешкім білмейді. Ал Қазақстанда біледі. Ресейде де білмейді, Қазақстанда біледі.